Сәлеметсіздер. Бүгін міне сіздерге витражбен қалай жұмыс істеуді көрсеткім келеді. Аушы рама. Сонан кейін бізге стеклосы, оның әйнегі. Витражға арналған бояу. Қолқаламдар. Контур керек болады, қара. Сосын палитра. Бірінші әйнегімізді жақсылап тазалап алуымыз керек. Енді өзіміздің дайындап алған эскизімізді, жаңағы суретімізді фломастермен жүргізіп өтеміз. Сондан кейін жаңағы әйнегімізді осының бетіне әкеп қоямыз. Содан кейін оның шетін скотчпен тоқтатып қойған дұрыс, себебі мына әйнек ары бері қозғалмау керек. Сонан кейін осының үстінен контурмен суретімізді жүргізіп аламыз. Қараңыздар, жаңағы контурмен түгелдей жүргізіп алдым. Енді бұның кепкенін күтеміз біраз. Міне жаңағы контурмен жүргізіп алғаннан кейінгі кепкеннен кейін бояумен бастап жатырмын. Жұмысты міне бояп жатырмын. Біткеннен кейін рамаға салып көрсетемін. Витражымыз міне дайын болды.